бүгін мұсылман қауымындағы алдыңқы пешвалар дейді, қырғызша алдыңқылар демилге көтеруден қорықпаш керек деп ойлаймын да. Бұны мемлекет қайтарбайды. Майрам қылсын көчеде, ұйыштырсын майрамдарды күніне. Бәлкім, ұстаз, біз мұсылман майрамдарын, майрамдау маданиятын білбестербіз. Бар мı шул маданият? Майрамдардың майрамдау маданияты бар мı? Қараң, бисмиллахир-рахманир-рахим. Өте жақсы бір темаға тоқталдық. Бүгін күнде біз көкірегімізге ұрып, сүйініп, мақтанып айтабыз, Қырғызстанда 90% мұсылмандарбыз деп. Бірақ 90%-ын көпчілігі исламдың ісмі Құранның расмиден башқаны білбейбіз. Сыртқы ғана. Сыртқы. Ата-баба мұсылман болып келген мұндай көрініш емелерді. Керек болса кейбір үрп адаттарды бұл исламдан деп түсініп алғанбыз. Ла икраха фиддин. Динде мажбурлау жоқ деген бұл аятта тура түсінішіміз керек. Динде мажбурлау жоқ, сен динді қабыл алғанға чейін. Сен мен мұсылманмын, Раббым Аллах, пайғамбар Мұхаммад, динім ислам, кітебім Құран дегеннен кейін, ал жерде саған мажбурлау бар. Же мұсылман болушың керек, же башқа емеде болушың керек. Өзің қайсы тарапта екеніңді анықташың керек. Бұл жақта да, бұл жақта динім осы жағат, мұнысы жақпайды деген мәселе болмайды ал жерде. Тура ал динден қабыл алелек башқа болсаң, ал сенің ал еркің. Бірақ мен мұсылманмын дегеннен кейін, мұсылман болсаң, Аллах табарак ва таала арақты арам деді, аны арам білішің керек. Жоқ, арамдығын білем, анан бүгін нафсыма құл болып, Құдайым бұйырса бір инсаф берген күн таштармын, әрекет қылып атамын десе, бұл күнәкөр мұсылман. Бірақ анан жоқ, айта бересің да десе, ал башқа алым. Ошондуктан бір сіз айтқандай, бұл нәрсе уақыт саатымен келе тұрған нәрсе. Мен өткенде біздің алымдар кеңесші 21 алым Рамазан айын белгілеу, қачан баштайбыз, ораза бітір башқа мәселе қарағанда, өзім сөзімде ошо жерде алымдар кеңеште айтып айттым. Біздің мұрдағы ұстаздарымыз, Құда рахмат қылсын, Молла Афсар дамыла, Молла Шакир дамыла, бүгінгі Молла Надыр дамыла, Молла Сабыр дамыла, өткен ұстаздарымыз Советтер Союзының уақытында динді чоқ қармаған сияқты өздерінің милдетін, бәлкім мұндай түшінікті ол, эстафетатын атқарып, башқаларға өткізіп берді. Аманатты бүгін бізге берді. Жұмадыл Мырза айтқанда бүгін ойлап көрбөгенде, 70 ұқтасақ түшімізге кірбегенде бізде мемлекетте еркіндік бар, дин еркіндігі бар. Ошол эле кезде Кудайыма шүгүр жұрт башчыбыз 5 вак намазын окуп, жумага келип, динге эч бир каршылык эме жок. Бирок ушул кездеги бүгүн динге кызмат кылып жаткан дин кызматкерлери, алардын башында биз ушул Аллах Таала берген ниматты келечек муунга кандай өткүзүп беребиз? Ушул мүмкүнчүлүктөн кандай пайдаланабыз? Кандай элге жеткизебиз? Кандай кызмат кылабыз? Ушундан кандай пайдаланып? Бұл нәрсе өте ар бирибиздин мойнубузга жүктөлгөн өтө чоң жоопкерчилик. Муну өтө сезе билишибиз керек. Сиз айткандай, албетте бүгүнкү күндө 21 кылым массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткизе турган заман болуп калды. Бүгүнкү күндө ошондуктан кээде биз баягы ачуу чындыкты айтышыбыз керек. Көзүбүз алысты көргөн менен колубуз жетпейт. Моундай жеке демилгелүү болгон мамлекеттик деңгээлдеги эмес, жеке бир телевидение аркылуу, башка аркылуу жеткизип атабыз. Бирок дини башкармага келе турган болсок, ошол жерде биз мисалы айына чыгарган бир журналыбыз барбы? Же биздин бир телевидениябыз барбы? Бүгүнкү замандын тили болгон бирдин радиобуз барбы? Кээде айтып жатабыз, кадрларыбыз барбы дейм. Кудайыма шүгүр, кадр табылат. Кадр Кудайга шүгүр, Кудай деген эмелерибиз бар. Бирок ошол эле кезде мен көп айтып атам, бүгүн койнунда котур ташы бар, кээде динди бурмалаган, башкалаган кылгандардын бүгүн музыка угам дегендер 24 саат музыка каналдар бар. Спорт көрөм деген 24 саат спорт каналы бар. Жаңылыктар, кабарлар угам деген 24 саат бар. Бирок бүгүн ошо 90% мусулман болгон мусулман үммөт, келечек муундарыбыз өзүнүн дини жөнүндө кайдан маалымат алып жатат? Бул маалымат майданында биз уткузуп жатабыз. Ошондуктан Кудайым буйрса бул акырындык менен. Бул деле уктат, мамлекет светтик деп атпайбызбы? Бул деле мусулмандардын бирок мамлекет светтик болгон менен мамлекетте жашаган эл 90% мусулман деп жатабызбы? Мамлекет мусулман өзүнүн элине, жерине өгөй баладай мамиле кылбаш керек. Бүгүнкү күндө мусулмандардын көйгөйүнү бирге эриш аркак болуп көтөрүшүбүз керек. Эл эми кандай деп түшүндүрсөм, мен өзүм түшүнгөнүм ушундай да. Бала ыйлабаса эмчек кайда? Элге ошо канал керекпи? Эл талап кылыш керек да.
туурабы, ичинен демилген адамдар чыгып чуркаса бирөө аларга тоскоолдук кылбайт да. Мына бизде канал турат, чындап айтканда, бир эки диний контенти бар каналдар бар. Жалынып жүрүп $50 ала албайсың да, бирөөдөн барып, байлардан берчи муну. А мамлекет дин иштерине кийлигишпейт. Бул элдин өзүнүн жеке талабы. Элге Бирок эми караңыздар, Муктубек мырза, мен айылдарда көп Кыргызстан ар жерге булуңдар, бурчтарга барган кезде элдер сурап калат. Мурда жума кутпасы бар деп чыкпай койдуңуз, ЛТРден, КТРден маселе болот эле чыкпай койдуңуз дейт. Мен мындай эле жооп берем да, балким орой болсо кечирип койгула. КТР, ЛТР мен атамдын телевидениясы эмес. Силердики. Эл силер налог берип атасыңар, тыйым берип атасыңар. Силердин акыңар менен иштеп жатат. Силер талап кылгыла. Эртең президенттик шайлоо болсун, жогорку кеңештин шайлоо болсун, барганда элдер көпүрөдү сурайт, сууну сурайт, мектепти сурайт, жолоңдо дейт. Бирок келечек муунга эң зарыл болгон рух оңдой турган. Бетте Абдышкүр чыксын деген маселе эмес. Диний маселе чыксын деген. Ошо элдин муктаждыгы, жанагы боштукту могу жер суу менен толтурбасак башка нерсе толтурат. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.